Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бауырдан жасалған котлеттің рецептісін айтатын боламын. Баламның сүйіп жейтін тағамының бірі. Осылай қой сойған сайын қойдың бауырынан котлет жасап беруге тырысамын. Дәл осындай жұқа әрі дәмді болып шығу үшін менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бауырды мясорубкіден өткізіп алдым. Сосын чүркіден өткізілген морковымды, дәміне қарай тұз бұрышын және де чеснок қосуды ұмытпаңыздар. Чесноктың дәмін келтіру үшін 5 данасын қостым, көп қосуға да болмайды. Ең маңыздысы жұмыртқасы. Жұмыртқа қоспасаңыздар котлеттеріңіз шықпай қалады. Мен бір қойдың бауырына 4 жұмыртқа қосып жасаймын. Енді осы қоспаларымды жақсылап араластырып аламын. Сүтті шамамен 600-700 грамдай қосамын. Сұйық майды да 2-3 қасығын қосамын. Енді барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнын қосатын боламыз. Ұнымды алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Шай кесемен қатты толтырмай 3 кесе ұн қостым. Неке осындай сұйықтықта болуы керек, қатты сұйықта болмау керек, қатты қою да болмау керек, орташа деңгейде жақсы пісетін болады. Ал енді пісіруді бастайық. Табаның астын осылай жұқалап майлап аламын. Міндетті түрде қыздырып алғаннан кейін салу қажет. Енді 2 қасық котлетімізді қосып, осылай жағып отырып, жан-жағын бірдей қыламыз. Бауырдан жасалған котлет болғандықтан тез-тез пісіп шығады. Сондықтан қатты күйдірмей, өзінің бабында дәл осылай видеодағыдай пісіріп аламыз. Дәміне енді сөз жоқ, керемет болып шығады. Видеом пайдалы болса, маған лайк басып, пікірлеріңізді жазып қалдыруды ұмытпаңыздар.